Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз вареники жасаймыз. Вареникидің дәл мен көрсеткен осы рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді, керемет болып шығады. Балаларыңыз өте сүйіп, қалдырмай бәрі жеп қояды. Және де ең бірінші бізге керекті заттар видеода көрсетілгендей картошка, және жұмыртқа, ұн, май, кішкене сүт керек. Ең алдымен бірінші бізге картошканы жуып тазалап, жұқалап, турап аламыз. Және міне қайнап тұрған суға салып, картошканы пісіріп аламыз. Міне картошкамыз пісті, енді оған сүт құямыз. Және де май саламыз. Шай қасықтың ұшымен тұз саламыз. Жақсылап пюре езетімен езіп аламыз. Өте сондай біркелкі, әдемі пюре шығады міне. Өте әдемі, дәмді, әшейін жесеңіз де өте дәмі керемет болып шығады. Және де енді қамырын дайындаймыз, тестасын. Оған бір жұмыртқа керек болады. Бір жұмыртқа және де суға тұз салып араластырып дайындап қойған мен жұмыртқаға суды құйып жақсылап араластырып аламыз бірінші. Мен енді қолым таза, қолыммен араластырып алдым. Және де көп мөлшерде қоспай, шетінен аз мөлшерде ұнды қосып отырамыз. Мен бір күлше иледім, бір күлше домалақ. Сол жетті маған. Сәл май құйып жіберіп, домалақтап, өте дәмді болады. Май құйсаңыздар, қамыры сондай жұмсақ, әдемі болып шығады. Міне, енді осыны қақпағын жауып, 15 минутқа қойып қоямын. Сол кезде өте қанып, әдемі қамыр шығады. Және де енді шетінен оқтаумен жайып, домалақ қып, әдемілеп жайып аламыз қамырымызды. Қамыр үлкейіп бастаған кезде ұнды көп сеппеңіздер, себебі қамыр бір-біріне жабыспай қалады вареники түйген кезде. Міне қамырымыз дайын. 4 бұрыштап, енді осыны кесіп аламыз. Мен мантаваркаға пісірем. Астын май жағып, үстіне май жағып, түйіп салып отырамын. Міне май жағып, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Осылай үлкен-үлкен қып тез түйе салам. Енді домалақ қып асықпай түйсеңіздер де болады. Және қайнап тұрған суға мантаваркамызды қоямыз. Орташа отта, қатты емес, орташа отта 30 минут, 35 минут пісіріп аламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео шыққанда YouTube каналдарыңыздан көріп отырасыздар. Осындай қолжетімді заттардан мен рецепт шығарып отырамын.